Бір уақытлары түрк құлларынан құралған гвардия тек қана Саманилер сарайын қорғаған болса, әліптеген тарих сахнасына шығуыменен ақ ол аймақ картасын өзгертетін күшке айланды. Яғни оның қолымдары арасынан ғазынаға шекен болған жеңіслі жүрісі тек қана жеке мәртебе емес, ал саяси тәртіптің өзгеруіне тәсір етті. Қысқа мирасқорлар қатарында болса дәл Сабух Текин бұл харекетке система берді. Яғни шекараларды бекемледі, Хиндистан тегістіктеріне жүріс баслады һәм сондай-ақ атрапына өз тариптарларын жинай баслады. Осы текарда Махмуд Ғазнауи қылыш һәмде қалемді бірлестірді. 17 сапары, халифалықтың тән алуы, қараханилер һәмде буахилер менен қатаң қатнасы Ғазнаны шығыс сиясатының орайларына айландырды. Бірақ мемлекет тек қана қылыш күшіменен өспеді. Оның саясында Беруни, Байхаки және де Гардези дөретушілік етті. Фердаусидің шахнамасы болса барлық өткір қарама-қарсылықтары менен дәуірдің хақиқи әпсанасына айланды. Дәл талан-тараж жетілген олжалар һәмде үлкен қала құрылысы, ұрыс даңқы һәмде сарай ілімінің үйлесімі династияға жоғары дәрежедегі даңқ алып келді. Бірақ Масуд дәуірінде бұл артықша күшленудің ақыбеті анық болды. Яғни селджукилердің зәрбелері, сондай-ақ Хорасандағы жоғалтулар һәмде шекаралардың жергілікті аймаққа шекем тарылуы міне ұсқатарды. Солай болса да басқару системасы және де диуанлардың қожалық хисабы һәмде гвардия тәртібі қоңсыласыларға үлгі болып қалды. Бүгінгі видеода сіз династияның сенім һәмде мәплер, дипломатия һәмде зорлық тұтасқан ноқатта қалай рауажланғанын, мәдени әпсананы қалыптастыргенін һәм не үшін оның күш механизмі уақыт өтуіменен әлсірегенін білуіңіз мүмкін. Бүгінгі видео диққат орайына білгеніңіздей құдіретлі Ғазнауилер династиясы болады. Егер Жайхунның білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз баслаймыз. Саманилер хүкімдарлығы дәуірінде бұрынғы түрки құллардан құралған гвардия сарай орталығы ұлы мемлекеттің сияси тұрмысында ахметлі рөл ойнай бастаған еді. Осы гвардияның басылығы хажипте ахметлі лауазым иесі болған. Яғни хажиплердің ең үлкені хажибі Бузрук, яғни ұлы хажиб болып, ол ең жоғары мемлекет хамилдарларынан бір болған еді. Самани хажиплері ішінде әліптеген айрықша қабілет иесі болып, ол 35 жасында Хорасан спақсалары дәрежесіне көтерілген һәм қолында 2700 жауынгер әскер болған. Ол Насыр ибн Ахмад Самани дәуірінде, яғни 914-943 жылдар аралығында Висақ басы, Хайл басы һәмде хажиб дәрежесіне көтерілген. Ол кейін ала Абдулмалик бірінші дәуірінде 954 һәм 961 жылдар аралығында үлкен абырой һәмде үлкен жер мүліктердің иесіне айланады. Омар Абдулмалик қайтыс болғаннан кейін әліптеген һәмде Саманилер уәзір Абу Али Мухаммед Балами тақтқа өз намзатларын отырғызуға харекет етеді. Бірақ олардың ниеті әмелге аспайды. Нәтижеде әліптеген жаңа әмір Мансур бірінші менен өзара келіспеушіліктерге түсіп қалады. Есетіп өтеміз, оның басқарған жыллары 961 һәмде 976 жыллар аралығына тура келеді. Бұндан соң бір қатар тоқнасулар болып өтеді һәм оннан кейін дәслеп Хорасанға шегінеді. Кейін болса Хорасанды таслап балық тәріпке қарай жол алады. Қуып кетірген Бұхара әскерін болса қолым дәресіне қайтарып таслайды. Кейін болса Бамиян, Қабул, Ғазна жерлерінде әліптеген жергілікті Луяк династиясы хүкімдары Абу Бакр Луякты жеңеді һәм Ғазнада кейін алағаресіз хүкімдарлық еткен Ғазнавилер мемлекетіне текар салады. 963 жылы әліптеген қайтыс болады. Әліптегеннен соң тақтқа оның ұлы Абу Исқақ Ибрахим отырады.
Лояк династиясы уәкіллерінің ғазна хакімиятын қайтарып алуға ұрынуы күшейеді. Қабул Панджаб һәм Хинд дариясы ойпатлығы аймағында хукумдарлық еткен хинду шахилер династиясы менен неке арқылы туысқанлық байланыстарына ие болған Абу Бакр Лояк олардың жәрдеміне сүйенген халда ғазнаны қайтарып алады. Абу Исхақ Ибрахим Бухараға Нух ибн Мансур алдына қашады. Кейін ала 965 жылы Абу Исхақ Бухарадан жіберілген әскери күш жәрдемінде оларды жеңеді һәм ғазнаны қайта иелейді. Нәтижеде кейінгі 15 жыл дауамында таққа келген, ғазнада хукумдарлық еткен адамлар бұл аймақты саманилер найбы сипатында басқарып келді. Аймақ рәсми түрде саманилерге қараслы деп есептелген. 966 жылы Абу Исхақ Ибрахим қайтыс болады. Абу Исхақ Ибрахимнен кейін аліптеген әулетларынан болған хукумдарлыққа талапкер еркек мирасқорлар қалмаған. Сол себеплі ғазнада келіп шығуы түрки ғұламлардан болған Біргетеген 966-975 жылдар аралығында һәм Боре, яғни Перетеген 975-977 жылдар аралығында әмірлер сипатында хукумдарлық етеді. Олар текарынан ірі абыройлы түрки ғұламлардан болған саркардалар һәмде әскерлердің таңлауы текарында сайланады. Біргетеген дәуірінде Лояк династиясы тәсірін жоқ қылу үшін 974 жылы Абу Али Лояк хукумдарлық етіп атырған Гардизге жүріс жүргізіледі. 975 жылы Гардиз қамалы уақытында Біргетеген қайтыс болады. Тақтқа оның мирасқор сипатында Бори, яғни Перетеген отырады. Ғазнаның көтерілуінде Аліптегеннің сүйеклі ғұламы Сабуктекеннің қызметі үлкен. Ол текарынан ыстық көл бойларында жасаған Барсхан түрки қауымынан болып, мағлұматларға қарағанда түрки Қарлуқ қауымының қауымлеріне біріне тиесілі болған. Ол жаслығында тұтқынға алынып, соң Нақшапта құлы етіп сатылған еді. Саманилер түрки гвардиясы басшысы Аліптеген оны қарамағына алған һәм өзіне күйеу еткен еді. Аліптеген қызметінде болып кейін ала оның менен ғазнаға келеді. Аліптеген өлімінен соң оның ұлы Абу Исхақ Ибрахимнің қызметіне кіреді. Өзінің әскери оқыба һәмде басқару шеберлігі себеплі Сабуктекен атрапында тарептарлар жинай баслайды. Деректерде жазылуынша 974 жылда Сабуктекен Біргетеген дәуірінде Гардизге шөркемлестірілген жүріске басшылық етеді. 977 жылға келіп, мемлекет басқаруына ұқыпсыз һәмде майпараз Бөртеген саркардалар тарапынан хакімияттан түсіріліп, оның орнына Сабуктекен отырғызылады. Сабуктекен 977 жылдан баслап ғазна һәм оның атрапларын саманилер найыбы сипатында басқарады. Бұл уақытқа келіп, саманилер династиясы дағдарысқа ұшыраған болып, Сабуктекен рәсми найып болса да, текарында өзін ғаресіз хакім сияқлы тұта баслайды. 10 ғасырдың 80 жылларында Сабуктекен мемлекет шекараларын кеңейту сиясатын жүргізе баслайды. 10 ғасырдың 60-70 жылларында саманилердің халсіреуі себеплі үлкен салтанаттың һәрхейлі аймақлары династия басқаруынан шыға баслайды. Осындай жағдайлардың бірі Сейстан аймағында жүз береді. 969 жыллар атрапында түрки ғұламлардан болған Байтуз Бусты елеп, 970 жылдан өз атынан теңгелер соға баслайды. Сабуктекен хакімиятты қолға кіргізгеннен кейін көп өтпей, Бустағы түрк ғұламларынан қарсылас топарына харекет етіп, бұл жерде Байтузды аударып таслады. Соның менен бірге Балджустанның арқа шығысында жайласқан Құздарды, яғни Хуздарды өз мүлкіне қосып алды. Бірақ ғазнауилердің келешектегі тарихы үшін ең ахметлісі Хиндистан тегісліклер тарапке кеңеюдің баслануы еді. Сол дәуір деректерінде Дар аль-Куфр, яғни кәпірлер мемлекеті деп тарифленген Хиндистан жерлері ғазнаның шығыс тарапынан басланған. Қабул дариясы алабы географиялық жақтан арқа Хиндистан тегіслігіндегі дариялар системасының дауамы есептелген. Ол көбінесе хинд мәдени һәмде діни дүниясының бір бөлегі болған. Буддизм һәм хиндуизм исламға шекемгі дәуірде де өзінің ізін қалдырған еді.
9 asrде va Hind, ya'ni hazirgi Attok жанында Hind hamde Kabul daryalarining qo'shiluvi o'rayi bo'lgan төменгі Kabul alabı, Lamg'an hamde Kabulning o'zini shekim batista kuchli Hindu Shiilar dinastiyasi bor edi. Ham bu hukmdorlar arxa Hindistonga musulmonlarning kirib keluvi hamde tarqaluv yo'lin to'sib turgan edi. 986-987 жыллар atrofында Kabul Lamg'an аймағында keskin savaşlar bo'lib, onda Hindu Shahi Roja axirында жеңіліске uchradi. Bu Sabuq degangi Kabul daryosi bo'ylab Peshvarga qaray yurib, ol жерде исламның dastlabki urug'larini yeguga mumkinchilik berdi. Sabuq deganning mamlakat ishindagi ta'siri tez arada sonday kuchayib ketdi. Direkt tilimidan aytganda, uning qarshisida Nuh ikkinchi taxtga rasmiy o'tirgan halsiz hukmdorga aylanib qoldi. Badr sarkarda Sabuq degan dal Samaniylar amri Nuh ikkinchi 976-997 yillar aralığında dushmanlarına qarshi kurashda yordam berib, Nasriddin ad-Davla, ya'ni mamlakat hamdin qo'rg'ovchisi, Ulli Mahmud bo'lsa Sayf ad-Davla, mamlakat qilishi degan hurmatli ataqlarga muyassar bo'ladi. Keyinroq Samaniy hukmdori Mansur ikkinchi hamda Mahmud G'aznaviy arasida solishtirmali yaqin qatnashlar o'rnatilgan edi. Sabuq degan qaytib bo'lgandan keyin hokimiyatni uning ulkan o'g'li Ismoil boshqara boshlaydi. Akasining o'limidan so'ng Mahmud ag'asi Ismoilni taxtdan tushirib, o'z hukmdorlik darajasini elaydi, ya'ni bu 998-1030 yillar oralig'ida to'g'ri keladi. Tarixiy deraktlarda Sabuq deganning ikkinchi o'g'li bo'lgan Mahmud G'aznaviyning 967 yili tug'ilganligi aytiladi. Yoshligida akasining askariy o'yinda puxta e'ligan, Samaniylarga qarshi qo'zg'alan ko'targan turk amirlari Abu Ali Simjuri hamda Foyiqqa qarshi savaşlarda atasining askarlari bilan birgalikda ulkan yerlik ko'rsatgani uchun Sayf ud-Davla, ya'ni mamlakat qilish atog'i bilan siyliqlangan. Bu 994-yilga to'g'ri keladi. So'ndan keyin G'aznaviylarning Nishapurdagi naibi bo'lgan. Bu 994-997 yillarga to'g'ri keladi. 999-yili Samaniylar amiri Mansurning o'limidan so'ng Buxara taxtına uning inisi Abdulmalik ikkinchi egalik etdi. Bundan narozi bo'lgan Mahmud Xorasonga askar tartadi ham uni butkul Samaniylar mamlakatidan ajratib oladi. Aradan ko'p o'tmay Samaniylar mamlakati Qaraxaniylar dinastiyasi qo'lina o'tib, oxirgi amirde qamoqqa olinadi. Usunday voqealarga bay 999-yili Bag'dod xalifasi Al-Qadr Mahmud G'aznaviyga Yamin ud-Davla va Amin ul-Milla, ya'ni musulmon mamlakatining o'ng qo'li ham millatning amalligi degan hurmatli ataq hamda Xorason hokimligini jarliq, bayroq hamda nag'ara beradi. O'z кезегінде Mahmud G'aznaviy Abbasiylar dinastiyasini rasmiy turda tan olib, uni payg'ambar avlodi sifatida qadrlaydi. Bu bo'lsa Mahmud G'aznaviy mamlakatining to'liq g'arazsizligining darak beradigan edi. Ayrim tarixiy deraktlarda Sabuq degan emas, al Mahmud G'aznaviy yangi dinastiya tekarchisi sifatida ko'rsatiladi. So'ning ishinde Juzjani o'zining Tabaqat-i Nasiriy chiqarmasida Mahmud G'aznaviyni Yaminiylar dinastiyasining tekarini soluvchi sifatida atab o'tadi. Usigan baylanishli G'aznada hukmdorlik etgan G'aznaviylar mamlakati tekarinda shartli turda ikki dinastiya Tegin Shahiylar 962-999 yillar oralig'ida ham Yaminiylar dinastiyasi 999-1186 yillar aralığında hukmdorlik etgan deb tan olib aytу mumkin. 1001-yildagi Qaraxan qani Nasr Ilahxon bilan o'zaro kelishimga muvofiq Amudaryo chegara etib belgilendi. 1002-yili Mahmud Iranning Seistan viloyatin qo'lga kirgizdi. 1006-1008 yillari Qaraxani Qadirxon Mahmud G'aznaviyning yo'qligidan foydalanadi ham Xorasonga yurish jaryalaydi. Bunday жағдай екі мәртебе qaytalanadi ham Mahmud екі жағдайда да Qadirxon askarlarini qiyratadi ham ularni Xorasondan quvib chiqaradi. Mahmud G'aznaviy 1010-1011 yillari Uxur viloyatida yurish etib, uning hokimi Ibn Suriyni tutqunga oladi. Keyin Garshistonda, ya'ni Marv hamda Hirat oralig'idagi aymoqni egilib,
патша шарды да тұтқынға алады. 1015 жылы болса, қазіргі Афганистанның шеткі таулы аймағы Хамауантты да басып алады. Сондай-ақ 1002-1026 жыллар дауамында Махмуд Ғазнауи Хиндистанға 17 мәртебе жүріс жасайды. Сөзсіз бұл жүріслерде сұлтан көплеген байлықларды қолға кіртеді. Яғни, тек қана 1019 жылға жүрісінде 350 піл, 57 мың тұтқын, есап сансыз байлықларды олжа сипатында қолға кіргізгенін айтып өтуіміз орынлы. Махмуд Ғазнауи Хорезмшах Абуль Аббас Мамунды еслетіп өтеміз. Оның басқару дәуірі 1900 һәмде 1017 жыллар аралығына тура келеді. Оны өзіне күйеу етіп алып, тез арада өз тәсірін Хорезмге де өткеруге әрекет етеді. Бұл уақытқа келіп, Хорезм жоғары диқаншылық мәдениетіне еріседі. Мұсылман дүниясында ілім-пән орайы, жоғары потенциалы адамлар елі сипатында даңқ тарата бастаған еді. Қараханилердің өзара келіспеушіліктерінен пайдаланған Махмуд Ғазнауи 1024 жылы Амудария бойларына жүріс етеді һәм Шағаян, Кубадиян, Хатталон һәмде басқа да шекаралас уәлаятларды өз мемлекетінің құрамына кіргізіп алады. 11 ғасыр тарихшысы Гардизи Зайн Уль Ахбар шығармасында Махмуд Ғазнауи менен Тамғаш хан Қадыр Қараханидың 100-100 ұшырасуы хақында гүрің етеді. Ұшырасу 1025 жылы Самарқандтың құбласындағы бір ауылда болып өтеді. Соңынан кейін сұлтан Мауреннахр ісілеріне және де көбірек араласа бастайды. Шия мазхабындегі Буайхилер династиясы хукымдарлығына шек қойған сұлтан Махмуд Ғазнауи 1029 жылы Ирандағы Рай һәмде Джилоб жерлерінде өз мүлкіне қосып алады. Нәтижеде Махмуд Ғазнауи мұсылман шығысындағы ең ірі һәмде құдіретлі мемлекет иесіне айланады. Адиловтың пікіріне бола Махмуд Ғазнауи өз дәуірінің перзенті болып, құрамалы һәмде қарама-қарсылықлы жағдай, қарама-қарсылықларға бай болған орта әсірлерде хукымдарлық еткен. Бұл жағдай оның барлық іс-әрекетлерінде, ішкі һәмде сыртқы сиясатында айқын көзге тасланған. 1029 жылы Рай иеленгеннен кейін сұлтан қолға кіргізілген олжаның үлкен бөлегін Бағдад халифасына жібереді һәм бұл байлық текарынан құрылыс абадаластыру жұмысларына жұмсалады. Махмуд Ғазнауи Хиндистан һәмде басқа жерлерден алып келген олжаларды көптеген жағдайларда абадаластыру һәмде құрылыс жұмысларына жұмсаған. Соның ішінде ол Ғазнада дәслепкі мемлекеттік медресені, белгілі жами мешітін, үлкен су бөгетін һәмде және бірнеше имаратлар құрдырады. Ғазна тез арада шығыстың ең гозал һәм абат қалаларынан біріне айланады. Беруни Ғазна хақында айтқанда бұл қалада сәулетлі сарайлар, медресе һәмде базарлар көп екенлігін атап өткен. Махмуд Ғазнауи хукымдарлығы дәуірінде 998-1030 жыллар аралығында Ғазнауилер мемлекетінің шекаралары батыста һәм арқа батыста Рай һәмде Исфахан қалалары һәмде Арал теңізіменен бірге батыс Иранға шекем созылған. Бірқатар жеңіслер қолға кіргізілген. Әсіресе Хиндистанға қарсы басқыншылық сиясатын жүргізген. Махмуд Ғазнауи 32 жыл хукымдарлық еткен һәм бұл дәуір ішінде арқа Хиндистанға 17 мәрте hüjüm жасаған. Махмуд өмірінің ақырларында құрған пайтақты Ғазна болған мемлекет батыста Исфахан һәмде Каспий теңізінен, шығыста болса арқа Хиндистанға шекем арқада Хорезмнен, Құблада Белужистанға шекем болған үлкен аймақты өз ішіне алып, сол дәуірдің ең ірі мұсылман мемлекетіне айланған. Махмудтың өлімінен соң тақтқа оның ұлы Мұхаммед отырады. Хақиқатында да оның үлкен ұлы Масуд та бар еді. Сол дәуірде жазылған деректердің шолуына қарағанда, Махмуд тақты кіші ұлы Мұхаммедке уасият етуіменен бірге оған ағаң Масуд менен қарама-қарсылыққа барма, егер ол саған қарсы шықса ұрсып жүрме, босқа набыт боласаң деген. Хақиқатында да тез арада Масуд һәм Мұхаммед арасында келіспеушіліктер жүзеге келеді. Масудтың Мұхаммедтен үстін болғанын заманлас тарихшылар да мойынлайды. Қысқасы, осы жылдың өзінде-ақ Масуд тақтқа отырады. Масуд хукымдарлығы дәуірінде, яғни 1030-1041 жыллар аралығында Ғазнауилер мемлекеті өз қол астындағы мүліктерін бірін-бірін қолдан шығара бастайды һәм құлдырауға жүз тұтады. Ғазнауилер хукымдары Масуд дәуірі текарынан Махмуд харекетлері менен
ерсілген нәтижелерді сақлап қалу жолындағы ұрынысылар жыллары болды десек дұрыс болады. Біріншіден 1034 жылы Хорезм ғазнавилер тәсір шеңберінен шығады. Екіншіден болса Хорасанда басқа сияси күш селджукилер әулетінің күшейіп бару hamde дәл осы Масуд дәуіріне тура келеді. 1035 жылғы келісімге муафық Масуд селджукилерге Ябғу, Торғул, Дауд басшылық еткен қауымлерге Ниса, Фарава хам, Дехистан уәлиятларыны Макан хам жайлау сыпатында беруге мәжбүр болады. Уақыт өтуіменен күш-құдіретке ие болған селджукилер 1038 жылы Нишапурды елейді. Сол жылы Сарахс атрапындағы Масуд пенен болған сауышта жеңілгенлеріне қарамастан 1040 жылы Мару хам Сарахс аралығындағы Данданақонда селджукилер ғазнауилерге сондай соққы береді. Бұның нәтижесінде Сабук деген әулетлары өзлерін қайта тіклей алмайды. Хорасан қолдан кетеді. Масуд ұлы Маудуд 1041-1049 жыллар аралығында басқарған өз шаңырағының бұрынғы абырайын тіклеуге ұрынған болса да, бұның іләжі болмайды. Себебі уақыт қолдан кеткен еді. Ғазнауилер бұнан былай тек қана Ғазна уәлаяты хамде Арқа Хиндистанда хукымдарлық етуге оқпылы бір аймақлық әулетқа айланып қалған. Бірақ не болғанда да 1186 жылға шыққан олар өз іскерлігін тоқтатқан жоқ. Маудудтан кейін әулетқа кезек-кезек Али 1049-1051, Абдурашид 1051-1053, Ибрахим 1099, Масуд 3-ші 1099-1115, Арслан Шах 1116-1118, Бахрам Шах 1118-1153, Хисраф Шах 1153-1160 жыллар, Хисраф Малик 1160-1186 жыллар аралығында басшылық етті. Ғурилер хукымдары Ғиясиддин Мухаммед 1186 жылы ақырғы сұлтан Хисраф Маликті Панджабта өлтіріп, Ғазнауилер әулетіне бүткіллей ноқат қойды. Ғазнауилер Орта Шығыс аймағында бірден-бір геосияси майданды бірлестіруге ерісті. Сондай-ақ олардың хукымдарлығы дәуірінде рухи тұрмысқа қауіп салушы күшлерге шек қойылды. Ғазнауилердің сыртқы байланыстары мәселесінде екі нәрсеге айрықша ітібар беру керек. Олардың аймақ ішіндегі қатынасылары hamde аймақтан тысқары байланыстары. 1001 жылғы Махмуд Ғазнауи hamde Насыр Қарахани арасындағы келісімге муафық Амудария екі тарептің мәплерін ажыратып тұрушы шекара есапланған. Гаршы бұл келісім кейін ала бірнеше мәрте, яғни тек артынан Қарақанилер тарепінен бұзылған болса да, ұлыма алғанда Дария екі тареп ұшында шекара болып қала берген. Соныңменен бірге Сұлтан Махмуд Ғазнауидің Насырдың қызына үйленуі нәтижесінде екі династия арасындағы сияси байланыстар және де тереңлеседі. 1006 жылы Насыр Хорасанға жүріс басылайды. Бірақ Сұлтан Махмуд Насыр Қараханидың жеңуге ерседі. 1007 жылы екі арада әскери харекетлері жүзеге келеді. Бұл сапары Насырға Амекісінің ұлы Юсуп Қадырхан да әскери жәрдем береді. Бірақ Махмуд Ғазнауи Хорасанды табыслы түрде қорғауға ерседі. 11 ғасырдың 20 жыллары орталарында Мауреннахрда Қарахани хукымдары Алитеген hamde Баласагунда хукымдарлық еткен Юсуф Қадырхан арасында келіспеушіліктер келіп шығады. Қараханилердің өзара айырмашылықтарынан пайдаланған Махмуд Ғазнауи 1024 жылы Амударияны кешіп өтіп, Темір Даруаза арқалы Самарқандқа шекем жүріс етеді. Бұл жүрістен соң Шағанян, Кубадиян, Хыталон hamde басқа да шекаралас уәлаятларды өз мемлекет құрамына кіргізеді. 11 ғасыр тарихшысы Гардизи Зайн-уль-Ахбар шығармасында Махмуд Ғазнауи менен Тамғачхан Қадыр Қараханидың 100-500 ұшырасуы хақында айтып береді. Ұшырасу 1025 жылы Самарқандтың құбыласындағы бір жерде болып өтеді. Бұл ұшырасудан кейін Махмуд Ғазнауи Қадырхан Юсуп пенен ауқам түзеді һәм әр екі хукымдар Мауреннахрды Али тегіннен тартып алып, Қадырханның ұлы Инал тегінге беруге қарар етеді. 1025 жылы Махмуд Мауреннахрға Али тегінге қарсы атланс баслаған. Бұхара атрапларына шекем жүріс етеді. Бірақ Махмуд Ғазнауи hamde Юсуптың
ережелері амелге аспайды. Сондай-ақ Махмуд Ғазнауи Арха Иранда hukmdorlik etgan Buvayhiylar, Буйлер ямаса Али Буяс династиясы vakillari менен де гурейслер алып барган. Бұл процесстегі дипломатиялық байланысларды диqqatga лайық. Селжукилер менен қатнашықта да Махмуд Ғазнауи ұзақты көзлеп харекет етеді. Бұл уақытта селжукилер жүдә құдіретлі болмаса да, бірақ ұлыма салмақлы әскери күш сыпатында Хорасанға қауіп тудыруы мүмкін еді. Әсіресе Махмудтың Арха Хиндистанға шөлкеплестірген атланыстары уақытында бұндай қауіп хақиқатқа айлануы ықтималға жақын болған. Соның ұшында ол 1025 жылы түрк оғыз руларынан бір бөлегіне, яғни 4000 шатыр Хорасаннан мәнзіл береді. Кейін ала Масуд Ғазнауи дәуірінде олар күшейіп, Ғазнауилерге қатаң соққы береді. Ғазнауилердің аймақтың сыртындағы байланыстарында бұрынғы құдіретін жоғалтқан халифалық құрметін орнына қоюға харекет еткен. Себебі бұл олардың маплеріне сәйкес келетұғын еді. Бұл дәуірде араб халифалығы сондай аз еді, аймақтағы бірде-бір сияси династия, мәселен Қараханилер, Харизмшахлар хамде Ғазнауилердің өзлері де оны реал құдірет сыпатында тән алмайтұғын еді. Демек халифалық тарапынан Ғазнауилерге қарсы әскери қауіп-қатер жоқ еді. Керісінше, Масудтың тіліменен айтқанда, егер халифалықтар гайында хүрметіміз болмағанда іләшсіз Бағдатқа атланып, хадж жолын босатып қоятұғын едік. Егер әкеміз қайтыс болмай Хорасанға қайтуға мәжбүр болмағанымызда, әлбетте бүгін Мысыр хамде Шамда һәм hukmdor болар едік. Аймақтың өзінде де Ғазнауилердің қарсыласлары жетерлі еді. Араб халифалығының аймаққа қолы жетпесе де тілі жетер еді. Яғни аймақтағы сияси күшлерді бір-біріне гіжгіжлеу оның саясатына айланып қалған еді. Ғазнауилер болса халифалыққа хүрметпенен қарап, өздеріне қарата har қандай бұзғыншылық әрекетлерін сапластырды һәм хәтте оннан қарсыласларына қарсы пайдалану имканиятында шетте қалдырмады. Деректерді атап өтуінше 1025 жылы Махмуд шығыс Қараханилер Тамғачханы Кадыр менен Самарқанд жанында ұшырасқан. Осы ұшырасуда Махмуд Ғазнауи Қадырханның сияси дипломатия сауатсызлығын, қопаллығын көріп, оның өзінің мүнәсібеті, меймандослығы, байлығы һәм безенулері менен таң қалдырмақшы болған. Ол безетілген шатыр даярлатып, оны хайран қаларлық етіп жасаттырған, қымбат баха сауғалар менен безеген, зияпатты шектен тыс дәрежеде салтанатлы еткен. Өз қарарғағына қайтқан Қадырхан Махмуд алдында ұялмау үшін Ғазнауи сұлтанға үлкен моғдарда пұл, алтын менен безетілген ер жабдық, жуенлі дүлдүл атлар, алтын белбеулі түрк ғұламлары, har түрлі терлер һәм басқа түрдегі байлықларды жіберген. Бұл Махмудтың дипломатиялық жеңісі еді. 999 жылы Бағдат халифасы Әл-Қадыр Махмуд Ғазнауиге Ямин уд-дауля ва амин ул-милля, яғни мұсылман мемлекетінің оң қолы хамде миллеттің аманлығы деген хүрметлі атақ хамде Хорасан хакімлігіне жарлық, байрақ хамде нағара жібереді. Өз кезегінде Махмуд Ғазнауи де Аббасилер халифасын рәсми түрде тән алып, оны пайғамбар әулады сыпатында тән алған еді. Және де бұл болса Махмуд Ғазнауи мемлекетінің толық ғарисізлігінен дерек беретұғын еді. Махмуд Ғазнауи ұлы алым Абу Али ибн Синоның да өз сарайында қызмет етуін қалеген. Өз уақытында Харизмшах Мамуннан басқа алымлар қатарында оны Ғазнаға жіберуін талап еткен. Сол себеплі Гурганчқа Ибн Али Миқал басшылығындағы елшілерді де жіберген еді. Бірақ Масихи хамде Ибн Сина Султан Махмуд Ғазнауи сарайында қызмет етуді қалемейді һәм Харизмнен қашуға қарар етеді. Махмуд Ғазнауи Ибн Синаны өз сарайында тартуға көп ұрнады. Хатте оның суретін 40 нұсқада қағазға көшіртіріп қалайынша болмасын, оны тауып әкелуге парман береді. Харизмнен қашқан Ибн Сина болса дәслеп Гурганға барады. Соңынан райға Мәждуд дәуле сарайына келеді. Ибн Сина 1029 жылы Саида Хатун қайтыс болғанға шекен бұл жерде қауіпсіз жасаған. Кейінірек рай сұлтан Махмуд тарапынан басып алынғаннан соң Хамаданға қашуға мәжбүр болады. Сұлтан Балхамде Нишапурда бірқатар құрылыс жұмысларын әмелге асырған. Сондай-ақ сұлтан ілім-пән, мәдениет қайраткерлеріне де қауінгерлік еткен.
Махмуд Ғазнауидің өзі түрки, араб, парсы тілдерін жетік білген, шайырлықтан хабардар болған. Оның сарайында Фаррухи, Унсури, Манучехри, Удби, Гардизи, Байхахи һәм осыған ұқсас шайыр һәмде тарихшылар да қызмет көрсеткен. Берунийдің ең сайланды шығармалары да Ғазнада дүнияға келген. Ол сұлтан менен көплеген жүріслерде қатнасқан. 11 ғасыр авторы Низами Арузи Самарқанди өзінің төрт мақала атлы шығармасында Беруни менен сұлтан арасында әдеуір жылы қатнас болғанлығын атап өтеді. Абуль-Фазл Байхақидің белгілі тарихи Масуди шығармасында сұлтан менен Берунийдің қатнасқылары барқұлы тегіс өтпегенлігі атап өтілсе де, бірақ сұлтанның ұлы алымға жақсы көзқараспенен қарағанын мойынлайды. Беруни Махмуд Ғазнауи қайтыс болғаннан 1030 жылдан кейінде Ғазнада өмірінің ақырына шекем, яғни 1048 жылға шекем жасап қалады. Ол Ғазнада расатхана ашып, шәкіртлеріне сабақ береді, өнімлі дүретушілік етеді. Махмуд Ғазнауи әкесі Сабухтикін жазып қалдырған рухи ұлылық, от һәмде самал сияқлы бұлардың харекет һәм паруаз қасиеті бар. Мәйшет болса қия жердегі құм үйіндісіне ұқсас, оның төменге сырғанау қасиеті бар деген насиятына бола ілімпан тарауына да үлкен әтібарменен қараған. Соның өзі диққатқа лайық сұлтан 1019 жылы мұсылман дүниясына бірінші мемлекеттік медресе ашып, оған сирек ұшырасатқан қолжазбаларды жинатқан. 11 ғасыр ілімпәні, мәдениеті, рауажлануы һәмде дүния жүзлік жетіскенліклерінде Ғазнавилердің хүкімдар болған макан һәмде заманның орны үлкен болған. Әлбетте бұның себебін бәрінен бұрын аймақтың дәстүри ілім һәмде мәдениет ошағы болып келгенлігіменен байланыстыру мүмкін. Сонымен бірге бұнда Ғазнавилер династиясы уәкілдерінің ұстарауға болған мүнәсібетлері, жеке имканиятлары фактор һәмде айрықша орын иелейді. Мәселен, Махмуд Ғазнави ана тілі болған түркийден тысқары парсы, араб хатте пахливи тілдерінде жетік білген, қосық жазған. Соның үшін болса керек, Махмуд һәмде ұлыма Ғазнавилер хүкімдарлық еткен орайлар өз дәуірінің мәдени орталығында ең алдыңғы орында тұрған. Фаррухи, Унсури, Манучехри, Удби, Гардизи, Байхахи, Наср Хсрау сияқлы белгілі шайырлар, тарихшы алымлар Ғазнавилер қауындерлігінде қызмет көрсеткен. Ұлы бабамыз Абу Райхан Беруни де Ғазнавилер сарайында ілімменен шұғыланып, өзінің көплеген белгілі шығармаларын, соның ішінде Хиндистан, геодезия, Хорезмнің белгілі адамлары, Қануны Масуди, минералогия, сайданы шығармаларын Ғазнада жазған. Ғазнавилер менен және бір белгілі мәдениет қайраткерінің аты байланысылы парсы әдебиетінің данышпан шайырларынан есапланған Фердауси Хаммеге белгілі Шахнама шығармасын 30 жылдан аслам уақыт ішінде жазып тамамлап, сол дәуірдің тәртіп қағидаларына муафық дәуір сұлтаны Махмудқа ұсынады. Махмуд бұл үлкен қосық шығармасы үшін малумат орнында ол 60 мыңнан аслам байттен барат болған. Дәстүр бойынша шайырды сыйлауы һәм хүрметін орнына қою керек еді, бірақ ол бұндай етпеді. Айрым әдебиетларда бұның үшін Махмудты қаралау дәстүрге айланып кеткен. Фердауси өз халқының перзенті һәм жүршісі сыпатында табиғи түрде Иран замин һәмде Иран халқын мақтайды. Бұнда иранлылардың тарихы һәм фазилетлері, данышпанлығы, мәртлігі һәмде басқалар мәселесін жақтылатуда оларға туранлыларды қарсы қояды. Бүгінгі күн тіліменен айтқанда шығармада туранлылар жағымсыз қаһарманлар сыпатында суретленеді. Түркия нәсілі хүкімдар сыпатында Махмуд бұны қабыл ете алмау табиғи еді. Соның үшін бұл бойынша Махмудты айыплау тарихи хақиқатлыққа һәмде ұлыма логикаға қайшы. Ғазнауилер дәуірінде жәмиетлік тұрмыс дерлік басқа шығыс халқыларынан бүткілі парқ ететуін еді. Текарға салық, жер салығы һәм хираж болған. Сондай-ақ сарайлар құру һәмде патша аңларына қатнасы үшін мәжбүри минет, мәртбегар талап етілген. Ауыл қожалығы оазислерде жәмленген болып, текарынан кіші көлемде болған. Һәмде тиісілі ауыллық аймақларды жасау үшін емаса, өзлері үшін жетерлі азғауға жетістіре алмайтұғын Хират, Меру һәмде Нишапур сияқлы қалаларды тәминлеу үшін мөлшерленген еді.
Декарга су дереклері Амудария, Мурғап, Хамде, Хельмен сияқлы дариялар болып, оларда көплеген су дігірмаллары болған. Суғарудың көпшілік бөлегі жер асты қанатлары емаса, каризлер арқалы тәмилленетұғын болып, олар үшін құрылыс Хамде техникалық қызмет көрсету үшін тек қана бай жер иелері тәмиллей алатұғын үлкен қаржыны талап ететұғын еді. Сондай-ақ сұлтанлардың өздері Ғазна уәлаятындағы гидротехникалық құлырмалар үшін жауапкер болған. Және де тек бірнеше қолайлы таулы аймақларында суғарылмайтұғын диқаншылық етуге имканият бар еді. Жоғарғы Амудария ойпатлығы Хамде оның тармақларындағы жап-жасыл жайлауларда халық жылқышылық пененде шұғылланған. Дерлік барлық қалалар тоқымашылық ямаса кілем іслеп шығаратығын Хорасанда ғана Нишапурдың катабы хам сақланатығын жіпегілері, Хираттың ақ пақталары хам Марудың алтын жіплімәл хам кезлемелер сияқлы жергіліклі кезлемелер белгілі болып, шетелерге де экспорт етілген. Қалаларда сауда-саттық қадағалау текарынан рәйслер қолында болып, Нишапурда Муйкалидің шаңарағы саманилер Хамде Ғазнауи дәуірінің көп бөлігінде райыс, яғни басшы лауазымын елеп келген. Бұндай шаңарақлар бір тәрептен Хорасанды Маурнахыр Хамде даштлар менен, екінші тәрептен Бағдад хам Ирак менен байланыстырып тұрушы каруан саудасы менен де шұғылланған. 9 асырден баслап Ирак хам ислам еллеріне тұрақлы түрде Маурнахыр құл базарларынан құллар Хорасан бойлап алып келінген. Құллар қараханилер дәлдалшылығында Хорасан базарларына жіберілген. Сондай-ақ Хиндистанға тынымсыз жүріслер дауамында да көплеген хинд құллары алып келінген. Ғазнауилер дәуірі басқару системасы өзінің құрамалылығы менен дыққат тартады. Ол көп тәреплеме саманилер, қараханилер заманындағы мемлекеттік басқару системаларына жақын һәм ұқсас. Бұл табиғи жағдай, себебі әрқандай басқару системасы һәм формасы бар жәмиетлік сияси, экономикалық һәм рухи мәдени шариатқа байланысты болады. Басқа тарептен болса, Ғазнауилер хукумдарлығы астында болған Хорасан, Сейстан, Қабул, Ғазна сияқлы уәлаятлар аймақтың ажыралмас құрам бөлеклері болып келгенлігін назерде тұтсақ, басқарушылық рауажлануындағы ұқсаслықлар, жақынлықлар себебі мәлім болады. Демек, басқару системасының орайында даргах һәм диуанлар, яғни уәзірліклер тұрған. Бұрынларда болғанындай даргахқа жоғары хукымдар тұрмысы һәм іскерлігіменен байланысты қызметлер, әмеллер кірген. Әрқандай басқару системасы жәмиетлік сияси, рухи мәдени шариатқа байланысты болады. Ғазнауилер дәуірінде мемлекет басқару әдеуір құрамалы болған. Хаджиплік қызметі өз уазипасына қарай әрқилы түрленген. Мәселен, Ұлы хаджип, сарай хаджибі, нәубетші хаджип һәмде басқалар. Ұлы хаджиплер арасында ұлыма мемлекет тұрмысында көпшілік жоғары лауазымлардан да, яғни джомадорларды мысал ету мүмкін. Жоғары дәрежеге ие болған Махмуд Ғазнауи 11 асырдың бірінші ширегінде мұсылман шығысы сиясат майданында үлкен орын тұтқан ұлы саркарда һәм ірі мемлекетлік қайраткер сипатында тарихта ат қалдырды. Әрбір тарихи шахс сияқлы оның іскерлігі де қарама-қарсылықтардан ұзақ болмаған. Әсіресе бұл жағдай оның бүткіл хукумдарлық дәуірінің текарғы мазмұнын құраған. Ғазнауилер мемлекетінде басқару системасы саманилер, қараханилер дәуіріндегі басқаруға жақын болған. Басқару системасының орайында даргах һәмде диуалар, яғни уәзірліклер тұрған. Даргахта хаджиплік қызметі айрықша әтібарға ие болған. Хаджипліктің бұл дәуірінде тарихшы Байхахи атап өткен төменгі түрлер болған. Ұлы хаджип, сарай хаджибі, нәубетші хаджип, хаджип джомадор. Ұлы хаджип тек қана хаджиплер арасында емес, ал бүткіл мемлекет тұрмысында үлкен абырайға ие болған. Мәселен, Махмуд Ғазнауиден кейін тікелей хакимият іслерін қолға алған ұлы хаджип Али Кариб ісімлі шахс болған. Расми марисімлер түрлі әләжларда ұлы хаджип хукумдарға ең жақын орында тұрған. Сауашыларда да оған әскердің ең салмақлы һәм жауапкершіліклі бөліміне басшылық ету уазипасы жүктелген. Мәселен, хукумдар орайлық, спақсалар оң қанат, ұлы хаджип болса шеп қанатына басшылық еткен. Даргах іслерінде споқдар, сарай қызметкерлері, дауаддар, хукумдардың жеке хүжетлеріменен байланысты іслерге басшы, пердидар, құпия қызметлерді атқарушы,
мәртебедар, орта дәрежедегі хамилдар, фаррош, кіші қызметкер, ғазинеші, жолмахана, яғни киім сақланатығын бөлме баслығы сияқлы лауазым хамди қызметлердің де өз орны болған. Диуанлар, яғни уәзірліклер, табиғи атқарушы мәкемелер болып, олардың дереклерде бесеуінің ат келтіріледі. Уәзір диуаны, яғни бас уәзір диуаны, әскери іслер диуаны, дипломатиялық һәм басқа да іләжлар хүжетлер диуаны, қаржы диуаны, хат-хабар, яғни почта диуаны, сондай-ақ мүшрифлік һәм мемлекет қадағалауы, мұқтасиплік қызметлерде болған. Уәлаят баслығын уәли деп атаған, ол хүкімдар тарапынан тағайынланған. Уәлаяттағы атқару басқару жұмысларын әмит алып барған. Қала баслығы болса раис деп аталған. Қала көлемінде шехна, котуал, яғни қала коменданты, сахибі диуан, яғни хакімшілік басқарушысы сияқлы хамилдарлар да жұмыс алып барған. Ғазнауилер, әсіресе Махмуд Ғазнауи дәуірінде күшлі армия жүзеге келген. Мемлекет құдіретлі армияға ие болған. Армияның бас қолбасшысы спақсалар, ләшкербасылар салар, әскери бөлімдер баслығы болса сарханг деп аталған. Бас қолбасшы спақсалар лауазымына династияның ең сенімлі адамы тайынланған. Мысалы, Махмуд Ғазнауи дәуірінде бұл лауазымға Мухаммед Юсуп тайынланған. Жоғары әскери ләшкербасылар сарханг деп аталып, олар хайл, яғни бірнеше 10 атлыларға басшылық еткен. Әскерилер өзлерінің қазылық, хат-хабар қызметлеріне де ие болған. Даргайда жеке сайлап алынған күшлі гвардияда айрықша түрде бар болған. Ғазнауилердің де сайлап алынған жауынгер бөлімлері бар еді, бірақ олар тікелей даргай ықтиярында болған. Деректерде жазылуынша Махмуд Ғазнауидің 300 мыңға жақын атлы һәмде пияда ләшкері болған. Бұнан тысқары армия құрамында әскери кемелер, дария һәмде теңіз флоты, 500 әскери піллер болған. Әскери армия оғжай, найза, қылыш, гүрзі һәмде басқа да құраллар менен құралланған. Ғазнауилер тарихы сондай бір тәжірибе, онда сәркардалық таланты, дипломатиялық есап кітап һәмде мәдени қауындерлік дәслеп бір-бірін күшейтеді. Соңынан системаның шектен тыс жүкленуі себеплі қарама-қарсылыққа дұс келеді. Әліп деген түрткі берді, сабук деген дүзілісті, Махмуд болса көлем һәмде хакимият белгілерін, және де бірге олар басып алу һәмде құру, сауа жүргізу һәмде ілім үйренуге қабілетлі мемлекетті жарата алды. Бірақ беккем институтлар һәмде харқилы трек ноқатларысыз ерісілген жеңіслер хәлсіздікке айланады. Бірінші стратегиялық қате жүз бергенде бұл үлкен система ыдырай баслайды. Солай болса да ғазна тәжірибеханасы, диуанлар, гвардия, қаржы һәмде үгіт насихаттың қалай тығыз байланысқанын һәмде білім һәмде инфраструктураның олжаны қалаға, жүрісті болса әпсанаға айландыра алатығын бір үлкен көлемін көрсетіп берді. Және де жумақ апуайы империялардың тұрақлылығын атланслар һәмде атақлар саны емес, ал низам қағидалардың сапасы һәмде мәдениеттің тереңлігі белгілейді. Соның үшін ғазнауилер мирасы тек қана ескертулер емес, ал жол жоба болып та табылады. Сондай құру керек, күш тәртіп һәм ағартушылықтан азық алсын, жеміріп тасламасын. Бүгінгі видео сізге ұнаған болса, лайк басын, комментарий жазың һәм достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаң. Бұл жайғын жой бар еді. Кейінгі саналарда көріскенше саламат болың.